Барлықтарыңызға үлкен сәлем, арнама қош келдіңіздер. Есімім Дина. Бүгін мен Shein сайтынан келген тапсырысымды сіздермен бірге ашқым келіп отыр. Бұл сайт туралы мен көбінесе ресейлік блогерлардан естіп жатырмын. Бір айта кететін жайт, бұл сайт блогерларға киімдерін ақысыз түрде жарнама ретінде жібереді. Мен болсам барлық киімдерді өз ақшама алдым, және бұл жарнама еместігін ескерткім келіп отыр. Бірақ көптеген осы көктемге актуальды, қызықты киімдерге тапсырыс бердім, және сіздерге қызық болады деген ойдамын. Егер тауарды белгілі бір сомаға тапсырыс беретін болсаңыздар, сайт оны ақысыз түрде жібереді. Маған DHL арқылы келді. Шын айтса, келуі өте тез болды. Ал енді ашып көрейік. Маған өзіме қызық болып тұр. Сапасы қандай екені, және шын мәнісінде суретке ұқсай ма, ұқсамайды ма, осының бәрін қазір сіздермен бірге көріп шығамыз. Киімдердің қаншалықты сапалы екенін көре жатармыз қазір. Бағасына тұрарлық болады деген үміттемін. Бағасы шынында да онша қымбат емес. Кейбір киімдерді мен жеңілдікпен алдым. Менің жалпы өзімнің киім мөлшерім әрқашан S немесе XS мөлшері, сондықтан маған сайт арқылы киім таңдаған қиын емес. Акрилдан жасалған болу керек, бірақ суретке ұқсап тұр. Жұмсақ, денеге жақсы келетін сияқты. Сонымен қатар тігістері жақсы жасалған. Қалай болатынын қазір көреміз. Кофтаны білмеймін. Шын айтса, кішкене түсініксіздеу. Суретте мүлдем басқаша көрінген сияқты еді. Асты қысқа, бірақ жеңі ұзын. Футболкаға тапсырыс бергенмін, сары түсті. Және мындай қызыл гүлі бар. Қалай болатын, маған тым үлкен сияқты, тым кең сияқты. Мүмкін қайтарып беретін шығармын. Ұзын жеңді футболка, маған қалай отырғаны ұнамай тұр мүлдем. Бұны да қайтарып беруге мәжбүр болатын шығармын. Маған тым бос. Ашық қызғылт түсті бодиға тапсырыс бергенмін. Жаман емес сияқты, нәзік сондай. Осындай түймелер арқылы ашылып жабылады асты. Боди осындай. Боди маған ұнады, және мен оны қалдыратын шығармын. Үсті ұзын, асты қысқартылған джинсыға тапсырыс бергенмін. Мүлдем ешқандай иісі жоқ. Түсі тура сәйкес келеді. Мына джинсыға мен қуанып тұрмын. Мына джинсы маған жақсы келетін сияқты. Маған ең бастысы түсі қатты ұнапты. 80-ші жылдардағы джинсыларға ұқсайды. Көріп отырғандай джинсы да киіп алдым. Джинсы да мүлдем басқаша көрінеді. Алды дұрыс тігілмеген сияқты. Мүлдем. Маған бұл джинсының отырысы, қалай отырғаны мүлдем ұнамайды. Қайтарып беретін шығармын. Қазір көктемге кигенге арналған мындай ұзын жеңді футболкаға тапсырыс бердім. Сұр түсті. Иығында мынандай шашақтары бар. Бірақ S размер болса да, маған тағы да бұл үлкен сияқты. Иығындағы мынандай декор онша
сапалы жасалмаған, шын мәнісінде міне көрдіңіздер ме? Жіптері түсіп, кейбірлері тіпті жыртылып қалған. Астында мынандай байлап қоятын элементі бар. Мынандай сұр түсті футболка ұзын жеңді. Шын айтсам, мына жері ұнамай тұр. Тым ұзын және тым қалың сияқты. Бірақ жалпы футболка жаман отырған жоқ. Суреттегіден кішкене басқаша көрінетін сияқты. Мынандай сұр түсті кішкентай кроп топқа тапсырыс бергенмін. Тағы да ешқандай иісі жоқ. Және мына жері қызық жасалған. Үсті жағы, омырау жағы кроп топ мінекей осындай. Мен қалдыратын шығармын. Үлкен мындай джинсалы курткаға тапсырыс бердім. Кішкене жағымсыз иісі бар. Фабрикадан шыққан иістер сияқты. Жаман емес. Түсі сайтта айтылғандай мынандай жыртылған элементтері бар. Арты осындай. Тігістері жаман емес. Қытайлық сайт үшін менің ойымша күртеше жақсы келді. Және мен оны қалдыратын шығармын. Қара түсті юбкаға тапсырыс бергенмін. Юбканың мына жеріндегі маған резеңкесі ұнап тұр. Және өзі сондай жеңіл. Нәзік бірнеше қабаттан жасалған. Үстіңгі қабатында моншақтары бар. Бұлай қазіргі қарағанда визуалды түрде менің күткенімдей болатын сияқты. Сосын тағы да осындай қызыл түсті балағы кең шалбар алғанмын. Шалбар өте қалың матадан жасалған екен. Суретте бұл шалбар кішкене жеңілде болған сияқты еді. Қазіргі көктемге бұл тым ыстық болатын сияқты. Мүмкін күзде киетін шығармын, бірақ мына жеріндегі қалталары ұнайды маған. Тігісі жаман емес, бірақ мынау егер жақындатып қарасаңыздар, матасы тым жұмсақ, мақта сияқты және шаңды көп жинайтын сияқты, тез тозатын сияқты және тым қалың сияқты. Іші мынандай екен. Іші осындай. Қазір киіп көремін, егер ұнамаса, онда әрқашан қайтадан жіберуге болады. Мен өзіме шомылатын тағы да купальникке тапсырыс бердім. Мындай купальник. Түсі тамаша екен. Түсі өте қанық. Иығы резеңке сияқты тартылады кішкене. Мен екі кішкентай сөмкеге тапсырыс бергенмін. Қарасам, мүлдем кішкентай емес екен. Шын айтсам, бұл сөмке кішірек болады деп мен үміттенгенмін. Мынандай лакталған. Мен өзім
өзіміздің қаламызды Алматыны қатты жақсы көргендіктен осындай бір Алматы символын өзіммен бірге ұстап жүрейін деп шешкенмін. Кішкене желімнің иісі шығады, бірақ іші жаман жасалмаған. Өзіміздің базарда да осындай сөмкелер мүмкін қымбатырақ сатылатын шығар. Кішкентай қалтасы бар екен мына жерде. Өте қанық лакталған қызыл түсті алма. Фурнитурасының бәрі алтын түстес. Фурнитурасы жаман жасалмаған сияқты, бірақ мынау белбеулері тым жұқа сияқты. Жұқа және тез жыртылатын сияқты, білмеймін. Шын айтсақ, бұл сөмкені сондай үлкен деп ойламаған едім. Шын мәнісінде үлкен екен. Қалай ұстайтынымды шын мінекей білмеймін. Тағы да бір сөмкеге тапсырыс бергенмін. Бұл сөмкені де мен кішірек деп ойлағанмын, бірақ жаман емес. Бұл сөмкеден де желімнің иісі шығады. Іші мынандай мына жерінде қалтасы бар және белбеуі бар. Білмеймін, қалдырайын ба, қалдырмайын ба, әлі ойланамын. Көрінеді. Өзіме киіп көрген кезде киімдердің 90% маған ұнаған жоқ. Кейбірлері маған тіпті сыймай қалды, кейбірлерінің сапасы маған ұнаған жоқ. Сондықтан мен қалдыратын тек қана осы үлкен оверсайз джинсалы күртешені қалдырамын. Сонымен қатар сөмкені қалдырамын және мына сөмкені де қалдырамын. Мынау кроп-топты қалдырамын. Және ашық қызғылт түсті бодиді да қалдырамын. Өкінішке орай ең үміті артық юбка маған сыймай қалды. S мөлшері маған келмеді. M алу керек педі. Мен жалпы әрқашан 40-42 мөлшерін киетінмін. Бірақ кейбір киімдер S мөлшерде болса да үлкен болды, ал кейбір киімдер S мөлшерде болса, олар кішкентай болды. Қызыл түсті шалбар да маған келген жоқ, оны да қайтарамын. Футболка маған қалай отырғаны ұнаған жоқ, мен оны қайтарамын. Мынау сары түсті футболка да маған отырғаны ұнаған жоқ, жалпы өзінің сапасы да ұнаған жоқ, сондықтан оны осында қайтарамын. Купальник маған кішкентай болып қалды, оны да қайтаруға мәжбүрмін. Джинсылы шалбар болса маған барлық сапасы да, тігісі де, өзінің түр келбеті де ұнады, бірақ киген кезде артқы және алдыңғы жақтары дұрыс отырған жоқ. Дегенмен, егер сіздерге қызық болса, сайтқа кіріп көрсеңіздер болады. Қалдырып отырған киімдердің өзін бәрінен мен соншалықты қатты ұнайды деп айта алмаймын. Күртешеден басқасы орташа, шын айтсам. Мен сіздермен өз тәжірибеммен бөлісіп отырмын. Сонымен қатар, егер қызық болса, осы киімдердің барлығына сілтемелерді мен сипаттамада қалдырамын. Тауар сіздер алғаннан кейін 30 күннің ішінде қайтарылу керек. Өкінішке орай тауарды біз өзіміздің шотымыз арқылы жібереміз. Сондықтан тауарды, әр киімді таңдаған кезде өте мұқият таңдаңыздар. Барлық мөлшерлік сандарды мұқият қарап,
өздеріңізге сай киімді таңдаңыздар. Мен көбісін ойланбай тез алғандықтан қайтару туралы ойлаған жоқ едім. Көбісін енді қайтаруға мәжбүрмін. Дегенмен енді келесі рет бұл мен үшін сабақ болады. Егер сіздерге бұл видео қызық болса, міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыздар және арнаға жазылыңыздар. Ал мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.